Сәлем достар, бүгін қатпарлы қамырдан жасалатын оп-оңай Наполеон рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге керегі бар болғаны қатпарлы қамыр, сгущенка және де сары май. Алдымен қатпарлы қамырымызды алып, оны 8 бөлікке бөліп шығамыз. Немесе өз қалауларыңыз бойынша қалаған бөлікке бөлсеңіздер болады, немесе 4 бұрышты қылып жайсаңыздар болады қамырды. Ал мен дөңгелек етіп жаюды ұйғардым. Қатпарлы қамырымыз ашытқысыз болуы қажет. Мен қамырдың диаметрі 22 см болатындай етіп жайдым. Жайылған қамырымызды пергамент қағазына салып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алып отырамыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Әрмен қарай сгущенкамызды қосып, екеуін араластырып миксерлеп аламыз. Оп-оңай креміміз дайын болды. Піскен корждарымыздың бетінен қытырлаған бөліктерін алып, сәндеуге бөлек алып қоямыз. Кольцомен 22 см диаметрде бірдей етіп кесіп аламыз. Қаласаңыздар кеспей-ақ жинай беруге болады. Арасына крем жағып, корждарымызды жинап, бетіне ұнтақталған бөлігін сәндеп, сеуіп қоямыз. Осымен біздің оп-оңай Наполеонымыз дайын. Тоңазытқышқа кремі сіңу үшін 3-4 сағатқа салып қойсақ болады.